Комплексті қосылыстар. Комплексті катионды анықтаймыз. Бізге қажетті аспаптар мен реактивтермен танысайық. Күміс нитраты керек болады, аммоний гидроксиді және де натрий хлориді керек болады. Алдымен сынауыққа күміс нитратын құямыз. Және де оның үстіне натрий хлоридін құямыз. Бізде ақ түсті тұнба пайда болды. Яғни бұл күміс хлориді. Оның үстіне тұнба ерігенше аммоний гидроксидін құямыз. Бізде тұнба еріп келе жатыр. Бізде пайда болған қосылыс диамин күміс хлориді комплексті қосылыс. Бұл ерітіндіні келесі тәжірибелерде пайдалану үшін сақтап қоямыз. Келесі тәжірибені жалғастырамыз. Бізге қажетті аспаптар мен реактивтермен танысайық. Яғни бізге мыстың хлориді керек болады және де аммоний гидроксиді керек болады. Сынауыққа мыс хлоридін құямыз. Және де оған аммоний гидроксидін құямыз. Бізде алғашында тұнба пайда болады. Көк түсті. Егер де біз аммоний гидроксидін көп мөлшерде құятын болсақ, онда бізде тұнба ериді. Яғни бізде тұнба еріп кетті. Қанық көк түсті комплексті қосылыс пайда болды. Яғни тетраамин мыс хлориді пайда болды. Бұл ерітіндіні де келесі тәжірибелер үшін сақтап қоямыз. Келесі тәжірибеміз комплексті анионды анықтаймыз. Бізге қажетті аспаптар мен реактивтермен танысайық. Бізге керек болады сынаптың нитраты және де калий иодиді. Алдымен сынауыққа сынап нитратын құямыз. Және де оның үстіне калий иодидін қосамыз. Бізде тұнба пайда болды алғашында. Егер де біз калий иодидін артық мөлшерде құятын болсақ, тұнбамыз еріп кететін болады. Тұнба еріп келе жатыр. Яғни бізде комплексті қосылыс пайда болды. Келесі тәжірибені жалғастырамыз. Комплексті анионды анықтаймыз. Бізге қажетті аспаптар мен реактивтермен танысайық. Калий иодиді керек болады және де висмут нитраты керек болады. Алдымен сынауыққа висмут нитратын құямыз. Оның үстіне калий иодидін құямыз. Бізде тұнба пайда болды алғашында. Егер де біз артық мөлшерде құятын болсақ, калий иодидін, бізде тұнбамыз еріп кететін болады. Бізде комплексті анион пайда болды. Келесі тәжірибеміз комплексті ион мен темірдің үш валентті иондары ерітінділерінің айырмашылықтарын анықтайтын боламыз. Бізге қажетті аспаптар мен реактивтермен танысайық. Калий родониді керек болады және де темірдің үш валентті хлориді керек болады. Сынауыққа темір хлоридін құямыз. Және де оған калий родонидін қосамыз.
бізде қан қызыл түсті ерітінді пайда болды. Келесі тәжірибені жалғастырамыз. Бізге қажетті аспаптар мен реактивтермен танысайық. Бізге калийдің гексоцианоферраты керек болады. Және де темір хлориді, сонымен қатар темірдің сульфаты керек болады. Алдымен бірінші сынауыққа біз темірдің хлоридін құямыз. Және де оның үстіне темір сульфатын құямыз. Бізде ерітіндіде түсінде ешқандай айырмашылық болмады, яғни сары түсті ерітінді пайда болды. Екінші сынауыққа калийдің гексоцианоферратын құямыз. Және де бұл сынауыққа да темір сульфатын құямыз. Бізде комплексті қосылыс пайда болды. Турун бұл көгі деп аталынады. Енді екі сынауықты салыстырамыз. Және де қорытынды жасаймыз. Келесі тәжірибеміз комплексті иондардың беріктігін анықтаймыз. Бізге қажетті аспаптар мен реактивтермен танысайық. Мырыш керек болады, және де бірінші тәжірибеде алынған диамин күміс хлориді керек болады. Диамин күміс хлоридына 1-2 түйір мырыш саламыз. Бізде реакция барысында тетраамин мырыш хлориді, яғни комплексті қосылыс түзілді. Келесі тәжірибе, бізге қажетті аспаптар мен реактивтермен танысайық. Бізге күміс нитраты керек болады, натрий гидроксиді және де калий иодиді керек болады. Екі сынауық аламыз. Алдымен сынауыққа күміс нитратын құйып аламыз. Бірінші сынауыққа натрий гидроксидін құямыз. Бізде қоңыр түсті тұнба пайда болды. Екінші сынауыққа калий иодидін қосамыз. Бізде сары түсті тұнба пайда болды. Бірінші сынауықта бізде күмістің гидроксиді пайда болды. Қоңыр түсті тұнба. Екінші сынауықта күмістің иодиді пайда болды. Сары түсті тұнба. Бірінші тәжірибеде алынған диамин күміс хлоридына енді натрий гидроксиді мен калий иодидін қосып көреміз. Калий иодидін қосамыз. Бізде сары түсті тұнба пайда болды. Енді натрий гидроксидін қосамыз.
Бізде ерітіндіде тұнба пайда болмады. Келесі тәжірибеміз күміс хлоридінің тұнбасын аламыз. Бізге қажетті аспаптар мен реактивтермен танысайық. Бізге күмістің нитраты керек болады, натрий хлориді және де натрий тиосульфаты керек болады. Алдымен сынауыққа күмістің нитратын құямыз және де оған натрий хлоридін құямыз. Бізде ақ түсті күміс хлориді пайда болды. Енді осы қосылысқа натрий тиосульфатын қосамыз. Яғни бізде тұнба ериді. Реакция нәтижесінде комплексті қосылыс пайда болды. Натрийдің дитиосульфата аргентаты пайда болды. Тәжірибені жалғастырамыз. Бірінші тәжірибеде алынған диамин күміс хлоридына азот қышқылын құямыз. Реакция нәтижесінде бізде күміс хлориді ақ түсті тұнба пайда болды.